Ұлы жібек жолы еліміздегі географиялық тұрғыда ұтымды, яғни Еуразия құрлығының кіндігінде орналасуы ежелден әртүрлі мемлекеттер мен өркениеттер арасында транзиттік дәліздердің пайда болуына септігін тигізді. Біздің дәуірімізден бастап бұл құрлық жолдары үлкен Еуразияның шығысы мен батысы, солтүстігі мен оңтүстігі арасындағы сауда және мәдениет саласындағы байланыстардың трансконтинентальды желісіне, Ұлы жібек жолы жүйесіне айналды. Бұл жол халықтар арасындағы жаһандық өзара тауар айналымы мен зияткерлік ынтымақтастық қалыптасып дамуы үшін орнықты платформа болды. Керуен жолдары мінсіз ұйымдастырып қауіпсіздігі қамтамасыз еткен ұлы дала халқы ежелгі және орта ғасырлардағы аса маңызды сауда қатынасының басты дәнекері саналады. Дала белдеуі Қытай, Үнді, Парсы, жерорта теңізі, Таяу Шығыс және славян өркениеттері байланыстырады. Алғаш пайда болған сәттен бастап Ұлы жібек жолы картасы негізінен түрік империяларының аумағын қамтыды. Орталық Еуразияның түркілері үстемдік құрған кезде Ұлы жібек жолы гүлдену шегіне жетіп, халықаралық ауқымды экономиканы өркендетуге және мәдениетті дамытуға септігін тигізді.